Кайырлы күн достар, бүгін өте дәмді үлпілдеп тұратын начинка мен үлпілдек булочка дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сол кезде жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бәріңіз жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, поделиться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Ең әуелі булочканың аппарасын дайындаймыз. Жылы сүтке ашытқы қосып, қант саламыз. Құрғақ ашытқының орнына пресстелген ашытқы қолдансаңыздар да болады. Описанияға граммдарын қалдырып кетемін. Ауа өтпейтіндей етіп бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Аппарамыз көтерілгеннен соң ыдысымызға құйып, тұз, ерітілген сармай, жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды біртіндеп қосамыз. Қамыр қоюлана бастағаннан соң қолмен илейміз. Қамыр қолдарыңызға сәл жабысады, артық ұн қоспаңыздар. Қолдарыңызды сәл сұйық маймен майлап жүрсеңіздер болады. Қамырды 7-10 минуттай жақсылап илейміз. Ұзақ илеген сайын біздің булочкамыз жұмсақ болады. Илеп болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Қамырмен жұмыс істейтін үстелдің үстін майлап жіберіп, көтерілген қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Үстелдің үстін майламай-ақ сәл ұн сепсеңіз болады. Маған майлап жасаған ұнайды. 100 граммнан етіп өлшедім әрқайсысын. Одан кішірек етсеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Осылай домалатып алып, бетін жауып қоямыз. Осылай оқтаумен жұқалау етіп жаямыз. Булочка түйудің бірінші әдісін көрсетемін. Осылай екі жағын пышақпен кесеміз. Ортасына салмамызды саламыз. Джем салдым. Және джемнің кез келген түрін салмайсыздар. Термостойкий кондитерский джемдер болады. Кондитерский магазиндерде сатады. Сондай қосқандарыңыз жөн. Басқа варенье қосатын болсаңыздар, джем қосатын болсаңыздар, ағып кетуі мүмкін. Джемнің орнына кондитерский варенка қоссаңыз болады. Деп деген ферментін қоссаңыз болады. Деп сияқты арнайы кондитерский варенкаларды қосқандарыңыз жөн, ағып кетпес үшін. Енді екінші түйу әдісін көрсетемін. Осылай карандаш немесе осындай открывашканың көмегімен, немесе қолмен жасасаңыздар болады, ойық жасап, джемді саламыз. Үшінші түйу әдісін көрсететін боламын. Салмамызды саламыз. Ағып кетпес үшін осылай жақсылап бекітеміз. Кескішпен немесе пышақпен осылай кесіп шығамыз. Енді ораймыз. Міне бізде осындай форма шықты. Енді төртінші түйу әдісін көрсететін боламын. Жұқарақ етіп жайып, салмамызды саламыз. Енді қамырды ораймыз. Шеттерін осылай бекітеміз. Расстойкаға 20 минуттай уақытқа бетін жауып қалдырамыз. Тағы да көтерілу керек. Жарты сағатқа қалдырсаңыздар да болады. Расстойкада тұрғаннан соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіретін боламыз. Әр пештің қызуы әртүрлі, өз пешіңіздің ыңғайына қарап пісіресіздер. Неке біздің булочкаларымыз дайын. Қалауыңызша бетіне қантын тағын сепсеңіз болады. Жақындарыңызға міндетті түрде дайындап беріңіздер. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.